Сәлеметсіздер ме? Бұл Панфилов ауданы Жаркент қаласындағы номері 7-ші түзету кабинеті. Әрбір ата-ана біздің орталыққа баласын алып келгенде үлкен үміт пен сенім артады. Ал біз өз тарапымыздан әр баланы ерекше ықыласпен, шын ниетпен білім беріп, көмектесіп келеміз. Қазір сіздерге Еркежан есімді кішкентай қызымыздың жетістігін көрсетеміз. Еркежан бізге 4 айдан бері тұрақты түрде келіп жүр. Өмірдің бір қызығы бала деген. Бұл әрбір жанның жүрек түкпірінде, көңіл қалтарысында жүретін өмірлік қағида кілті. Себебі адам өмірінің мәні де, сәні де бала. Бала отбасының мызғымас тірегі, ертеңге деген сенімінің кепілі. Сол себепті балаларымыздың кішкентай болса да жетістігі біз үшін үлкен жеңіс. Еркежан үйдегі 5 баланың кенжесі, жасы 4-те. Бастапқы кезде қатынасы төмен, ойын әрекеті шектеулі болатын. Бірақ осы аз уақыт ішінде Еркежанның жетекші маманы, 12 жылдық тәжірибесі бар дефектолог маман Жанқабыл Назира Қабдулла қызының жүйелі жұмыстарының нәтижесінде қызымыз тапсырмаларға қызығушылықпен қатысып, жақсы көрсеткіштер көрсетуде. Бұл бейнеміз кішкентай биші номинациясына арналған. Бүгін Еркежан бізге өз қуыршағымен ойнап, әдемі биін көрсетпек. Ол өте еңбекқор, ерекше, нәзік жүректі қыз. Бүгін Еркежанмен таза ауада серуендеп, көңілді уақыт өткіздік. Ол табиғатты жақсы көреді, айналаға қызыға қарайды. Кейде үндемейді, бірақ жүзінен бәрі көрініп тұрады. Бұл Еркежанның маған жасап берген қуырмашы. Çay var. Кәмпит. Сосын. Міне, көптен күткен сәт. Еркежан бүгін кішкентай биші. Қарапайым қимылдар арқылы бізге қуыршақ бейнесін жеткізді. Бұл оның ішкі сенімінің, еңбегінің және дамуының көрінісі. Шақке, паралем ойнайды, қуыршақпен. Ортаға шығайық, көтерейік қолды, жандырып билейік, қайғы рок-н-роллды. Арлекин Петрушка, Ариэль Матрешка, Саша, Хлоя, Жасмин, Тильда, кукла, кошка. Қуыршақтар-ай, балалықта сол бақытты арманға толы шақтар-ай. Бәмбіхіттен отке конкасы перо, киноға барады жерді эскимо. Қуыршақтар-ай, батыр тұлға жігіттермен әп-әдемі қыздар-ай. Еркежан біз үшін ерекше бала. Ол күн сайын кішкентай қадамдарымен үлкен жетістіктерге жетіп келеді. Біз оған сенеміз. Жарқыра, жайна, кішкентай жұлдызымыз.